егер біреу маған осыдан 1 жыл бұрын сенің өмірің бір ғана хабарламаның кесірінен астаң-кестең болады десе, күліп қана қояр едім. Өйткені мен өзімді бақытты әйелдердің қатарынанмын деп ойлайтынмын. Жолдасым екеуміз 10 жылдан бері бірге тұрдық. Осы жылдардың ішінде талай қиындықты бірге өткердік. Жас отбасы болған кезімізде жалдамалы пәтерден бастап кейін өз үйімізге қол жеткіздік. Балаларымыздың күлкісі үйімізді шаттыққа бөлеп тұратын. Күйеуім бұрын өте қамқор еді. Жұмыстан келе сала балаларды құшақтап, олардың күні қалай өткенін сұрайтын. Кешкі ас үстінде бәріміз бірге отырып әңгімелесетінбіз. Мен оның осындай қарапайым қамқорлығын бағалайтынмын. Соңғы айларда бір өзгерісті байқай бастадым. Алғашында оған аса мән берген жоқпын. Жұмысы көбейген шығар деп ойладым. Бірақ күн өткен сайын ол үйге кеш келетін болды. Бұрын дастархан басында ұзақ отыратын адам енді асығыс тамақ ішіп телефонына үңілетін. Телефоны бұрын үстелде жата беретін, ал қазір қайда барса да өзімен алып жүретін болды. Тіпті жуынатын бөлмеге де телефонсыз кірмейтін. Бір күні жай ғана соңғы кезде жұмысың көбейіп кетті ме деп сұрадым. Ол маған қарамастан, «Иә, жаңа жоба басталды» деді қысқа ғана. Сол жауаптың өзінде бір салқындық бар еді. Мен тағы үндемедім. Әйел адам кейде сезеді екен, бірақ сол сезімді мойындағысы келмейді. Мен де солай болдым. Күндер өте берді. Бір кеште балалар ұйықтап қалған соң шай ішіп отырғанбыз. Күйеуімнің телефоны үстелдің үстінде дірілдеп кетті. Ол сол сәтте ас үйден шығып кеткен еді. Экран жарқ ете қалды. Мен бастапқыда қарағым келген жоқ, бірақ көзім еріксіз түсті. Хабарламада небәрі 4 сөз жазылып тұр еді. Астың тәтті екен. Жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бұл жай ғана алғыс сияқты көрінуі мүмкін еді, бірақ әлгі сөздің астарында бір жақындық сезіліп тұрды. Мен телефонын қолыма алған жоқпын, хабарламаны ашқан жоқпын. Тек экрандағы осы бір сөйлемді қайта-қайта оқып тұрдым. Дәл сол кезде күйеуім бөлмеге кіріп келді. Ол телефонын менің көз алдымнан асығыс алып экранын өшірді. Мен оның жүзіндегі өзгерісті анық байқадым. Көз қарасы абыржығандай болды. Кім екен деп жай ғана сұрадым. Жұмыстан. Өте тез жауап берді. Бұрын мұндай асығыстық танытпайтын. Мен үндемедім. Сол түні көзіме ұйқы ілінбеді. Басымда мың түрлі ой. Мүмкін расында әріптесі шығар. Мүмкін мен бекер күмәнданып отырған шығармын. Бірақ бір нәрсе маза бермеді. Егер бұл расымен жұмыс туралы болса, неге ол телефонды сонша асығып алып кетті? Неге көзі тайқып кетті? Неге соңғы айларда бәрі өзгеріп кетті? Таң ата салысымен айнаға қарадым. Көзімнің асты ісіп кеткен. Өзіме өзім, жоқ, мен бәрін анықтаймын дедім. Сол сәтте мен әлі білмейтінмін. Бұл бір ғана хабарлама мені өмірімдегі ең ауыр шындыққа жетелейтін алғашқы қадам екенін. Таң атқанымен көңілімдегі қара бұлт сейілмеді. Ас үйге кіріп, балаларға таңғы ас дайындай бастадым. Қолым жұмыс істеп жатқанымен ойым кешегі астың тәтті екен деген 4-ақ сөзде еді. Осы сөйлем қайта-қайта санамда жаңғырып тұрды. Күйеуім бұрынғыдай емес еді. Таңғы асын асығыс ішіп, телефонын қалтасына салып алды. Бүгін ертерек келесің бе деп сұрадым. Ол маған қарамай, білмеймін, жұмыс көп деді. Есікті жауып шығып кеткенде үй іші тым-тырыс болып қалды. Балалар өз тірлігімен жүргенімен менің жан дүнием мазасыз еді. Күн бойы өзімді басқа нәрсемен алаңдатуға тырыстым. Үй жинап кір жудым. Кешкі асқа керек азық-түлік алдым. Бірақ ойым бір сәтке де тынышталмады. Сол түні кешке күйеуім тағы кеш келді. Келген бойда қарным ашып тұр, тамақ бар ма деді. Мен үндемей дастархан жайдым. Ол тамақтанып отырғанда телефоны тағы дірілетті. Бұл жолы ол бірден телефонды алып экранға көз жүгіртті де
ернінде білінер-білінбес күлкі пайда болды. Мен оны байқамағансып отырдым, бірақ ішімде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Кешке ол біраз жұмысым бар, кабинетте отырамын деп бөлмеге кіріп кетті. Есікті жауып алды. Бұрын үйде ешқашан есікті жауып отырмайтын. Жарты сағат, бір кезде 1 сағат өтті. Әлі шықпады. Кейде ішінен күбірлеген дауыс естілетін. Телефонмен сөйлесіп отырған сияқты. Сол түні тағы ұйықтай алмадым. Таңертең оның жидесін үтіктеп жатып, қалтасынан мейрамхананың түбіртегі түсіп қалды. Түбіртекте 2 адамға арналған кешкі ас көрсетілген. Күні кеше, ал кеше ол маған жұмыста жиналыс болды деген еді. Қолым дірілдеп кетті. Мүмкін әріптестерімен барған шығар деп өзімді жұбатуға тырыстым. Бірақ неге өтірік жиналыс деп айтты? Кешкісін ол үйге келгенде түбіртекті көрсетпедім. Тек жай ғана кеше қайда тамақтандыңдар деп сұрадым. Ол еш ойланбастан кеңседе пицца алдырдық деді. Менің күмәнім енді жай ғана сезік емес, ауыр сұраққа айналды. Себебі қолымдағы түбіртек оның сөзін жоққа шығарып тұр еді. Сол түні күйеуім ұйықтап қалғаннан кейін мен ұзақ уақыт төбеге қарап жаттым. Егер расымен басқа әйел болса ше? Менен оған не жетпеді? Біздің 10 жылдық өміріміздің құны осы ғана ма? Көзімнен жасым тоқтамады. Бірақ мен жылағанымды оған көрсеткім де келмеді. Ішімнен бір шешімге келдім. Енді күмәнмен өмір сүрмеймін. Ақиқатты білуге тырысамын. Ол қандай ауыр болса да. Себебі кейде шындық жүректі жаралайды. Бірақ белгісіздік одан да қатты қинайды. Сол күннен бастап мен өзгердім. Бұрын күйеуімнің әр сөзіне сенетінмін. Ал енді оның әрбір қимылын еріксіз бақылап қалатын болдым. Бұл менің қалауым емес еді. Бірақ күмән адамның жанын іштен жейтін құрт сияқты екен. Келесі аптада бәрі бұрынғы қалпымен жалғасқандай болды. Күйеуім таңертең жұмысқа кетеді, кешке кешігіп келеді. Телефонын ешқашан көзден таса қалдырмайды. Бір күні кешкі ас ішіп отырғанда телефоны тағы шырылдады. Ол экранға бір қарап алды да орнынан тез тұрды. Бір әріптесім хабарласып жатыр. Сыртқа шығып сөйлесіп келейін деді. Мен үндемедім. Терезенің алдына барып, перденің арасынан сыртқа қарадым. Ол аулада ары-бері жүріп сөйлесіп тұр екен. Бірақ оның жүзіндегі жылы күлкіні көргенде жүрегім шым ете қалды. Жұмыс жайлы сөйлесіп тұрған адамның жүзі дәл бұлай өзгермейтін сияқты еді. Сол кеште балалар ұйықтап қалғаннан кейін ол жуынуға кірді. Бұл жолы телефонын диванның үстіне қалдырып кеткенін байқап қалдым. Жүрегім қатты соғып кетті. Ашсам ба? Жоқ, бірақ менің күмәнім рас болса ше? Сол сәтте телефонға тағы хабарлама келді. Экран жарқ ете қалды. Жазылғаны: бүгін сені қатты сағындым. Менің тынысым тарылып кетті. Қолым мұздап кеткендей болды. Хабарламаның иесінің аты сақталмаған. Тек бір ғана жүрек белгісі тұрған еді. Дәл сол кезде жуынатын бөлменің есігі ашылды. Күйеуім асығыс шығып келді. Телефонды көрген бойда өңі өзгеріп, не істеп отырсың деді дауысын көтеріп. Ештеңе, телефоныңа хабарлама келді. Ол үндеместен телефонды қолына алды. Бірнеше секунд әлгі хабарламаны өшіріп жіберді. Мен бәрін көріп тұрдым. Кім ол дедім, сабыр сақтауға тырысып. Ешкім емес. Неге онда өшірдің? Ол ашулана бастады. Сен маған сенбейсің бе? Осы сұрақты естігенде еріксіз күліп жібердім. Бірақ ол күлкіде қуаныш жоқ еді. Сен өзің маған сенуге мүмкіндік қалдырдың ба дедім. Үйдің ішін үнсіздік басты. Бірнеше минуттан кейін ол артық ойлама, бұл жай ғана түсінік деді. Бірақ оның көзі менің көзіме тіке қарамады. Түнде ол ұйықтап қалды, ал мен көз іле алмадым. Телефондағы әлгі сөздер қайта-қайта ойыма орала берді. Бүгін сені қатты сағындым. Бұл сөзді әйел адам кез келген еркекке жаза бермейді. Сол сәтте мен өзіме бір уәде бердім. Енді мен жорамал жасамаймын.
тек шындықты табамын, қандай ауыр болса да. Өйткені өтірік қанша жерден жасырылса да бір күні міндетті түрде із қалдырады. Ал мен сол ізбен жүруге дайын едім. Үйдің іші бұрынғыдай болғанымен біздің арамыздағы жылулық жоғалған еді. Күйеуім мұны байқамағандай кейіп танытатын. Ал мен күн сайын оның әрбір сөзінен, әрбір қимылынан жауап іздеп жүрдім. Бір күні таңертең ол, бүгін кеш келемін, басшылықпен жиналыс бар деді. Даусы өте сенімді шықты. Мен де бұрынғыдай сенген адамдай басымды изей салдым. Жақсы дедім, бірақ бұл жолы оның соңынан қарап тұрып, іштей басқа шешім қабылдадым. Кешкісін балаларды анама апарып тастадым. Бір шаруам бар еді, кешке алып кетемін дедім. Анам да ештеңе сұрамады. Мен үйге қайта оралдым. Күйеуімнің жұмыстан шығатын уақытын күттім. Сағат 6:30 шамасында ол кеңседен шықты. Мен алыстан ғана бақылап тұрдым. Көлігіне отырып, үйге қарай емес, қаланың басқа жағына бет алды. Жүрегім тарсылдап қоя берді. Мүмкін шынымен жиналыс шығар дедім. Өзімді тағы жұбатқым келді. Бірақ көлігі кеңсе ғимаратына емес, шағын дәмхананың жанына тоқтады. Бірнеше минуттан кейін есіктен жас әйел шықты. Шамамен 30-дың айналасындағы ұқыпты киінген, жүзінен мейірім байқалатын адам екен. Ол күйеуімді көргенде күлімсіреп қасына келді. Екеуі амандасып, бірге ішке кіріп кетті. Мен көліктен түсе алмадым. Қолдарым дірілдеп кетті. Тамақтан өте алмай қалғандай кеудемді ауыр мұң қысты. Бір кезде дәмхананың терезесінен олар көрінді. Әңгімелесіп, күліп отыр. Менің күйеуім соңғы кездері үйде күлімдемейтін адам. Әлгі әйелдің алдында жайдары отыр. Осы көрініс мені бәрінен де қатты ауыртты. Бір сағаттан кейін олар сыртқа шықты. Әйел қоштасарда күйеуімнің қолын ұстап бір сәт жібермей тұрды. Күйеуім де қарсы болған жоқ. Бір-біріне ұзақ қарап тұрды. Содан кейін екі жаққа кетті. Мен көзімнен аққан жасты сүрте алмадым. Енді бұл жай ғана күмән емес еді. Өз көзіммен бәрін көрдім. Үйге менен бұрын келіп алған екен. Ештеңе болмағандай диванда теледидар көріп отыр. Мені көріп, балаларды алып келдің бе деп сұрады. Мен сабырмен әлі жоқ дедім. Жиналыс қалай өтті? Ол еш қысылмастан ұзақ болды, шаршап кеттім деді. Мен оның жүзіне ұзақ қарадым. Бір адамның осынша оңай өтірік айтатынына алғаш рет куә болдым. Иә, шаршағаның көрініп тұр дедім баяу. Ол менің сөзімнің астарын түсінбеді. Сол түні мен көп ойландым. Бәлкім, дәл қазір барып бәрін бетіне басуым керек шығар. Бірақ ішкі дауысым асықпауымды айтты. Мен әлгі әйелдің кім екенін білмейтінмін. Олардың қарым-қатынасы қашан басталғанын да білмейтінмін. Сондықтан бір шешімге келдім. Мен енді ашумен емес, ақылмен әрекет етемін. Өйткені шындықтың толық ашылуына әлі аз ғана уақыт қалғанын жүрегім сезіп тұрды. Таң атты, бірақ мен үшін күннің жарығы да, құстардың үні де ешқандай қуаныш әкелмеді. Кеше кешкі көрініс көз алдымнан кетпей қойды. Күйеуімнің әлгі әйелге күлімсірегені, қоштасарда қолынан ұстап құшақтағаны. Ең ауыры, үйге келгенде ештеңе болмағандай өтірік сөйлегені. Мен бұрын оның көзіне қарап-ақ шындықты сезетінмін. Ал енді сол көздер маған бейтаныс болып кеткендей еді. Таңғы ас үстінде балалар мәз-мейрам болып бір-біріне әңгіме айтып отырды. Мен олардың жүздеріне қарап жүрегім сыздап кетті. Егер бәрі бұзылып кетсе, ең көп зардап шегетін осылар ғой. Күйеуім дастарханнан тұрып жатып, кешке тағы кешігемін деді. Мен жай ғана жарайды деп жауап бердім. Ол менің сабырлы болғаныма таң қалғандай қарады. Бұрын мұндай сөзден кейін міндетті түрде сұрақ қоятынмын. Ал бүгін үндемедім. Күні бойы ойым сансаққа жүгірді. Ақыры кешке жақын бір шешім қабылдадым. Мен кеше олар отырған дәмханаға қайта бардым. Мүмкін әлгі әйел сол жерге тағы келетін шығар деген үміт болды.
Дәмхана іші тыныш екен. Терезе жанындағы үстелге отырып шайға тапсырыс бердім. Арада 1 сағат өтті. Сол кезде есік ашылып, ішке кеше көрген әйел кірді. Жалғыз екен. Жүрегім дүрсілдеп тұрса да, орнымнан тұрып оның жанына бардым. «Кешіріңіз, сізбен 1 минут сөйлесуге бола ма?» дедім. Әйел маған таңырқай қарады. Әрине. Мен қарсы орындыққа жайлап отырдым. Бірнеше секунд үнсіз қалдым. Қай сөзден бастарымды білмедім. Сосын терең дем алып, «Сіз менің күйеуімді танисыз ба?» Әйелдің жүзі бірден өзгеріп кетті. Үндемей қалды. Мен оның көзінен абыржу мен қорқынышты анық көрдім. «Бәрін білемін» дедім баяу ғана. Ол басын төмен түсіріп, ұзақ уақыт ештеңе демеді. Ақыры жай ғана «Кешіріңіз» деп басын төмен салды. Осы бір ғана сөз менің барлық үмітімді үзді. Демек, бәрі рас. Бұл қашаннан бері деп сұрадым. Әйел көз жасын әрең ұстап, 7 ай болды деді. 7 ай бойы мен ештеңе білмегенмін. 7 ай бойы ол маған өтірік айтып келген. 7 ай бойы біздің отбасымыздың сыртында тағы бір құпия өмір болған. Ол сізге үйленбегенін айтты ма дедім. Әйел дереу басын шайқады. Жоқ, мен оның отбасы бар екенін бастан білетінмін. Бұл жауап жүрегіме одан сайын батты. Онда неге? Әйел үнсіз отырып қалды. Сосын ақырын ғана мен өзімді тоқтата алмадым. Ол да бұл қарым-қатынасты тоқтататынын айтқан, бірақ еш қайсымыздың батылымыз жетпеді. Мен көзімді жұмдым. Осы сәтте ашудан бұрын қатты шаршағанымды сезіндім. Өйткені мен енді шындықты естідім. Ол мен қорыққаннан да ауыр екен. Орнымнан баяу тұрып, «Рахмет, енді бәрін білдім» дедім. Әйелде орнынан тұрып, «Мен сізден кешірім сұраймын, бірақ мен сіздің орныңызды ешқашан басқым келген жоқ». Мен оған ұзақ қарадым. Бұл әйел менің жауым емес екенін түсіндім. Ең үлкен сатқындықты маған күйеуім жасаған еді. Себебі отбасына адал болуға уәде берген сол. Дәмханадан шыққанда аспанды қара бұлт торлап тұрған. Ал менің жан дүниемде одан да қою қараңғылық орнағанда еді. Енді бір ғана сұрақ қалды. Мен осы шындықпен қалай өмір сүремін деген. Дәмханадан шыққан соң көлігіме отырып ұзақ уақыт қозғала алмадым. Рөлге 2 қолымды қойып маңдайымды сүйедім. Көз жасым тоқтар емес. Мен өмірімде алғаш рет өзімді осыншалықты жалғыз сезіндім. Сыртта адамдар өз тіршілігімен асығып жүр. Біреу күліп келеді, біреу телефонмен сөйлесіп барады. Ал мен үшін уақыт тоқтап қалғанда еді. 7 ай, осы бір сан санамнан кетпеді. 7 ай бойы мен оның сүйікті асы екенін дайындап, жұмыстан күтіп алып жүрдім. 7 ай бойы ол балаларымызды маңдайынан сүйіп, сендерді қатты жақсы көремін деп айтып жүрді. 7 ай бойы мен оған толық сеніп келдім. Ал сол сенімнің ар жағында мен білмейтін басқа өмір болған. Үйге келгенімде кеш батып қалған еді. Балалар жүгіріп шығып, анашым келді деп құшақтай жөнелді. Сол сәтте ғана көз жасымды әрең ұстадым. Балалардың ештеңеден хабары жоқ. Олардың балалық шағы менің қайғымның көлеңкесінде қалмауы керек еді. Мен күлімсіреген болып, «Бүгін не істедіңдер?» деп сұрадым. Олар жарыса әңгімелерін айта бастады. Мен тыңдап отырғандай көрінгеніммен ойым басқа жақта еді. Түнгі 9 шамасында күйеуім келді. Қолында балаларға тәтті алып келіпті. Балалар қуанып әкесіне жүгіріп барды. Оларды көтеріп күліп тұр. Сырт көзге үлгілі әке, сырт көзге үлгілі күйеу. Ал мен оның жүзінен енді мүлде басқа адамды көретінмін. Кешкі ас кезінде ол «Бүгін көңіл күйің жоқ па?» деп сұрады. Мен бір сәт оған қарап қалдым. Осы сұрақты қойып отырған адамның өзі менің көңіл күйімді бұзғанын білмейтіндей. Аздап шаршадым дедім. Ол басын изеді. Ештеңе сезбегендей тамағын жей берді. Түнде балалар ұйықтаған соң мен балконға шықтым. Аспанда жұлдыздар жарқырап тұр екен.
Бұрын дәл осындай кештерде күйеуім екеуміз шай ішіп отырып болашақ туралы армандайтынбыз. Балалар өссе бірге саяхаттаймыз, ауылға үлкен үй саламыз, қартайғанда немерелеріміздің арасында отырамыз. Сол армандардың бәрі бүгін тым алыста қалғандай болды. Артымнан есік ашылып, күйеуім келді. Тоңып қаласың, ішке кір деді. Мен бұрылмадым. Сен бақыттысың ба деп сұрадым кенет. Ол таңырқап қалды. Не болды саған? Жай ғана жауап берші дедім. Бірнеше секунд үнсіз қалды. Әрине, отбасым, балаларым бар деді. Мен ащы түрде жымиып қойдым. Сонда саған бәрі жетеді ме? Иә, неге бұлай сұрап тұрсың? Мен оған қарадым, көзіме тіке қарай алмады. Сол сәтте мен тағы бір нәрсені түсіндім. Өтірік айтатын адамның ең үлкен жауы өз көзі. Ол ұйықтап қалғаннан кейін мен бір шешімге келдім. Енді үндемей жылай бермеймін. Енді өзімді жоғалтпаймын. Мен ең алдымен шындықты оның өз аузынан естуім керек. Егер ол мойындаса бір шешім. Егер тағы да өтірік айтса мүлде басқа шешім. Ертең бәрі өзгереді. Өйткені мен бұл ауыр үнсіздікті енді көтере алмайтын едім. Ертеңіне таңертең үй іші әдеттегідей тіршілікке толы болды. Балалар мектепке, балабақшаға дайындалып жүр. Ас үйден шайдың иісі аңқып тұр. Сырт көзге бәрі бұрынғыдай. Бірақ менің ішімде бір шешім пісіп жетілген еді. Бүгін үнсіз қалмаймын. Күйеуім жұмысына кеткелі жатқанда, бүгін кешке ертерек келші. Сенімен маңызды сөйлесуім керек дедім. Ол маған таңырқай қарады. Не болды? Кешке сөйлесеміз дедім. Үндемей басын изеп шығып кетті. Күні бойы өзімді дайындадым. Айқайламай, ашуға берілмеуге. Өйткені айқай шындықты өзгертпейді. Кешкісін балаларды әпкеме жібердім. Бүгін кешке бізде аздап әңгіме бар еді. Балалар сізде қона тұрсыншы дедім. Әпкем даусымнан бір нәрсені сезгендей, бәрі дұрыс па деді. Кейін айтамын деп қана қойдым. Сағат 7-де күйеуім үйге келді. Аяқ киімін шешіп жатып, балалар қайда деп сұрады. Әпкемнің үйінде. Ол жақта неге жүр? Өйткені бүгін бізге ешкім кедергі жасамауы керек. Ол үндемей қалды. Дастархан басына отырдық. Екеуміздің арамызда ауыр үнсіздік орнады. Мен терең дем алып, саған бір ғана сұрақ қоямын. Өтінемін, өтірік айтпа дедім. Ол маған тесіле қарады. Сенің өміріңде басқа әйел бар ма? Ол бірден жауап бермеді. Бірнеше секунд үнсіз қалып, сосын жоқ деді. Осы бір сөз менің ішімдегі соңғы үмітті де үзді. Мен баяу сөмкемнен мейрамхананың түбіртегін шығардым. Сосын телефонынан көрген хабарламаны есіне салдым. Ақырында мен ол әйелмен өзім сөйлестім дедім. Оның өңі әп-сәтте қуарып кетті. Не дейсің деді. Иә, ол маған бәрін айтты дедім. Үйдің іші тып-тыныш болып кетті. Орындыққа отырып қалды. Қолын маңдайына қойып ұзақ уақыт ештеңе демеді. Ақыры ауыр күрсініп, кешірші деді. Бұл оның алғаш рет шындықты мойындаған сәті еді. Қашаннан бері деп сұрадым. 7 ай. Бұл сөзді оның аузынан есту мен үшін бұрынғысынан да ауыр болды. Неге? Ол көзін төмен салды. Білмеймін. Басында жай ғана сөйлесіп жүрдік. Кейін бәрі бақылаудан шығып кетті. Ал мен ше, балалар ше? Үнсіз қалды. Менің даусым дірілдей бастады. Менен саған не жетпеді? Сенен еш нәрсе кем болған жоқ деді ол. Онда неге? Ол жауап таба алмады. Кейде адамның жасаған ісіне өзі де нақты жауап бере алмайтын сәті болады. Бірақ бұл оның ісін ақтамайтын еді. Орнымнан тұрдым. Сен мені бір рет емес 7 ай бойы алдадың. Мен қателестім. Бұл қателік емес, қателік бір рет болады. Ал 7 ай бойы өтірік айту таңдау. Ол көз жасын сүртіп отырған мені үнсіз қарап қалды. Мен де жыладым. Бірақ бұл жолғы көз жасым әлсіздіктен емес еді. Бұл жүректегі ауыр жүктің сыртқа шыққан жасы болатын.
Сол түні екеуміз бір үйде болғанымызбен арамызда бұрынғыдай отбасы жоқ екенін екеуміз де сездік. Мен оның кешірім сұрағанын естідім. Бірақ кешірім сұрау мен сенімді қайтару екі бөлек нәрсе еді. Ал сенім ол бір сынса бұрынғы қалпына келуі өте қиын. Сол түні бір үйдің ішінде екі бөтен адам сияқты отырдық. Бір бөлмеде үнсіздік, бір үстелде суып қалған шай. Бір кезде армандарын бірге құрған екі адам енді бір-біріне қарай алмай қалған еді. Мен терезенің алдына барып тұрдым. Сыртта жаңбыр сіркіреп тұр екен. Тамшылар әйнекке соғылған сайын өз өмірімде дәл солай әйнектей шытынап жатқандай сезілді. Артымнан күйеуімнің дауысы естілді. Бірдеңе айтшы. Үндемей тұрғаның одан сайын қиын болып жатыр. Мен жай ғана не айтайын дедім. Мен кешірім сұрадым деді. Баяу бұрылдым. Сен кешірім сұрадың, бірақ менің сенімімді қайтара аласың ба? Ол үндемеді. Мен 7 ай бойы сенің көзіңе қарап өмір сүрдім. Ал сен күнде өтірік айттың. Қай күні шын сөйледің? Күйеуім орындыққа отырып, екі қолымен басын ұстап, мен өзімнен де жиіркеніп кеттім. Бірақ тоқтамадың. Иә, осы бір иә деген сөздің өзі 1000 түрлі ақтаудан ауыр естілді. Таңға дейін көз іле алмадым. Таңғы 5-те ас үйге кіріп, өзіме шай құйдым. Бірнеше минуттан кейін күйеуім де келді. Ол да ұйықтамаған сияқты. Көздері қызарып тұр. Мен сені жоғалтқым келмейді, деді ақырын. Кесеме қарап отырып, ал 7 ай бойы не істедің? Жауап бере алмады. Түске қарай анам телефон соқты. Даусың біртүрлі шығып тұр. Бірдеңе болды ма деді. Мен үнсіз қалдым. Ана жүрегі бәрін сезеді екен. Қызым, жылап тұрсың ба? Осы сөзден кейін өзімді ұстай алмадым. Көз жасым тағы төгілді. Бірақ телефон арқылы бәрін айтуға батылым жетпеді. Кейін барамын анашым дедім. Сол күні кешке есік қоңырауы соғылды. Күйеуім есікті ашты. Сыртта оның жақын досы тұр екен. Не болды? Соңғы күндері телефоныңды да көтермейсің деді досы. Мен ас үйде отырғанмын. Олардың әңгімесі анық естіліп тұрды. Үйде мәселе болып қалды. Әйелің біліп қойды ма деді. Осы сөзді естігенде жүрегім тағы шым етті. Демек, досы бәрін бұрыннан білген. Мен ас үйден шығып келдім. Екеуі де маған қарап, демек сен ғана емес екенсің дедім күйеуіме. Досы ыңғайсызданып, кешіріңіз, мен араласқым келген жоқ деді. Мен сабырмен, бірақ білгенсің. Ол басын төмен түсіріп, иә, мен ештеңе демей бөлмеме кіріп кеттім. Сол сәтте бір нәрсені анық түсіндім. Бұл құпияны тек екеуі ғана емес, тағы біреулер де білген. Тек маған ғана айтылмаған. Сол ой жанымды бұрынғыдан да қатты ауыртты. Өйткені кейде сатқындықтың өзі емес, барлығы біліп, сен ғана соңында қалғаның адамды көбірек жаралайды. Сол кеште чемоданды шығарып шкафтың алдына қойдым. Күйеуім үнсіз қарап тұрды. Сен кеткелі жатырсың ба деді дірілдеген дауыспен. Мен чемоданға киімдерді жинай бастадым. Бірақ бұл жолы менің кететінім емес еді. Мен чемоданды оның алдына қойдым. Жоқ, бұл үйден бүгін сен шығасың. Күйеуім орнында қатып қалды. Ол менің мұндай шешім қабылдайтынымды күтпеген еді. Бірақ мен енді өз қадірімді сақтауды таңдадым. Чемодан дәліздің ортасында тұрды. Үйдің іші меңіреу тыныштыққа батып кеткен. Күйеуім чемоданға, сосын маған қарады. Шынымен осылай істейсің бе деді дауысы қарлығып. Мен сабырлы қалпымды сақтауға тырыстым. Бұл шешімді бір күнде қабылдаған жоқпын. Сенің 7 айлық өтірігің осы күнге жеткізді. Балалар ше, балаларды дәл қазір ойлап отырғаның жақсы. Бірақ осының бәрін бастағанда оларды ойладың ба? Үнсіз қалды. Жауап таба алмады. Ақырында чемоданның тұтқасынан ұстап есікке қарай жүрді. Есіктің алдына келгенде тоқтап қалды. Маған бір мүмкіндік берші деді. Мен көзімді жұмып терең дем алдым. Мүмкіндік саған 7 ай бойы беріліп келді. Күн сайын тоқтай алатын едің, бірақ тоқтамадың. Ол басын төмен салып сыртқа шықты. Есік баяу жабылды.
Сол сәтте үй іші босап қалғандай көрінді. Еденге отырып қалып, көзімнен жас тоқтамады. Өзім шығарған шешімнің де оңай емес екенін түсіндім. Келесі күні балаларды үйге алып келдім. Олар бірден әкеміз қайда деп сұрады. Жүрегім шым ете қалды. Мен оларды қорқытқым да келмеді. Әкесіне қарсы қойғым да келмеді. Әкелерің біраз уақытқа жұмысына байланысты басқа жерге тұрады дедім. Жай ғана. Үлкен балам үнсіз басын изеді. Ал кішісі ол қашан келеді деп қайта-қайта сұрады. Мен оның маңдайынан сүйіп, әзірге білмеймін жаным дедім. Сол күні кешке телефоным тынымсыз шырылдай бастады. Күйеуім қайта-қайта хабарласты. Бірінші қоңырауға жауап бермедім. Екіншісіне де, үшіншісінде ғана көтердім. Тыңдап тұрмын дедім. Ар жағынан ауыр тыныс естілді. Мен қонақ үйдемін. Жақсы. Мен түні бойы ұйықтай алмадым. Мен де көп түн ұйықтамадым. Ол үнсіз қалды. Сосын мен ол әйелмен бүгін сөйлестім. Жүрегім дүрс ете қалды. Не дедің дедім. Бәрін тоқтаттым. Онымен енді кездеспейтінімді айттым. Мен терезеге қарап тұрдым. Күн ұясына батып бара жатты. Мұны маған емес, өз арыңа айтуың керек еді. Мен бәрін түзеткім келеді. Кейбір нәрсе түзетіледі, бірақ кейбір жараның орны өмір бойы қалады. Бірнеше күннен кейін есік қағылды. Есікті ашсам, табалдырықта сол әйел тұр екен. Жүдеп кеткен, көздері ісінген, қолында кішкентай ғана конверт бар. Кешіріңіз, 1 минут сөйлесуге бола ма? Мен үнсіз тұрдым. Мен сізден ештеңе сұрауға келген жоқпын. Тек мына хатты бергім келді. Ол конвертті қолыма ұстатты. Бұл не? Менің соңғы сөзім. Артына бұрылып асықпай кетіп қалды. Мен есікті жауып, конвертке ұзақ қарадым. Оны ашуға батылым жетпеді. Ішінде не жазылғанын білмедім, бірақ бір нәрсені сездім. Бұл хат мен білмейтін тағы бір шындықтың бетін ашатын сияқты еді. Мен баяу конверттің шетін аштым. Ал ол конверттің ішінде не жасырылғанын, тағы қандай шындық бар екенін білгілеріңіз келсе, келесі бөлімдерді күтіңіздер.